Тақ пен табыттың иесі жоқ деген қазақтың сөзі дөп айтылған. Тірісінде қу-құлқыны тоймай елдегі барлық байлықты иемденгісі келген Болат Назарбаев еді. Енді ол ажал жетіп о дүниеге аттанды. Өлгеннен соң адамның жаманы жоқ деуші еді ғой. Алайда Болаттың артынан жақсы сөз ермейтіні анық. Талайды қан қақсатып, бизнесін тартып алғанын елдің бәрі куә. Қос-қостан қатын алып, біреудің әйеліне дейін көзін сүзген Байекеңді бар байлығы аман алып қала алмады. Одан қалды Алматы облысындағы шенеуніктерді тырп еткізбей уысында ұстаған Әбіштің кіші ұлы туралы шығарылым арнадық. Көрген дұрыс көрермені, біздің дамуымыз үшін сіздердің қолдауларыңыз ауадай қажет. Жаңа Қазақстанды бүкпесі шындық арқылы ғана құра аламыз. Арнамызға жазыла кетіңіз, лайықты деп тапсаңыз, лайкта баса кетіңіз. Біздің азаматтар бай болуды үйрену керек. Еш адамға байлық та, мәнсап та бақыт әкелген жоқ. 13 қараша сағат 9:30-да Болат Назарбаев соңғы демін алды. 2015 жылдан бері ауырып, беті бері қарамай кетті. Жиған байлығы қу жанын алып қала алмады. Сонымен Әбіш пен Әлжанның сүт кенжесі Болат Назарбаев 70 жасында өмірімен қош айтысты. Алматы облысы Шамалған ауылында дүниеге келіп, қарапайым трактор мамандығын игерген Болаттың осылай көтерілуі Нұрсұлтан Назарбаевтың бағының жанғанымен тұспа-тұс келді. Олай дейтініміз, алға Шамалған ауылында қарапайым механик болып жұмыс бастайды. 1992 жылға дейін өзін-өзі таба алмай түрлі қызметте болады. Ағасы бір елді басқарған кезде бірден Инкар Агро деген кәсіп аша қояды. Содан жолы ашылды. Президенттің інісі болсам, Қазақстанның бар байлығы менікі болады деген түсінікпен Болат Назарбаев білгенін істеді. Гектарлап жер алып, бизнесмендердің кәсібін тартып алды. Одан қалды Қорғасты өз иелігіне алып, Алматыда мыңдаған гектар жерді өзіне жаздырып алады. Одан бөлек автобазар, орталық базар барлығы меншігінде алды. Болат Назарбаев қара шаңыраққа ие болып отырды. Тіпті ыңғайлы болсын деп Шамалғанда зәулім резиденция салдыртады. Ағасы Қазақстанды басқарып тұрғанда ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс болатын. Үшқоңыр жайлауын экс-президенттің туыстары меншіктеп алады. Халық лашық салуға 5 сотық жер таба алмай отырғанда Назарбаев әулеті 10 мыңға жуық гектар Үшқоңыр жайлауын өз аттарына аударып алған. Болат та, Нұрсұлтан Назарбаев та қайда жүрсе де ағайындарын ұмытпады. Кез келген қалада тез арада зәулім үй салып көрші болуды ойлады. Жас қыздарды тоқалдық қалып, бірін тастап, бірін алған Болат Назарбаевтың фәнидегі өмірі жұмақтай болатын. Алайда Алланың есебі түзу. Тойына келген әнші бишіге қырғидай тиіп, тіпті Бүркіт пен Айша деген әншілерді ажыратып, әйелін алып қоймақшы болды дегенде естіген боларсыздар. Болат Назарбаевқа тиген қыздардың өмірлері бал болды. Үстеріне бірінші шүберектер киіп, шетелге барып түскі ас ішіп, дәулетін әбден шашты. Халықтың қаражатын көңіл қосқан қатындарына жұмсаған Болат Назарбаев қанша көлігі барын өзі де білмейтін шығар. Бір білетініміз, Қазақстанның барлық қаласында бір сарайы бар. Экс-президенттің тағы бір інісі Сатыбалды Назарбаев жол апатынан қайтыс болады. Қазір Нұрсұлтан Назарбаевтың қарындасы ғана қалды. Әнипа Назарбаева да 73 жаста. Оның атындағы Үшқоңырдағы колледжді сот тартып алған еді. Сол кезде Назарбаевтың қарындасы болмашы 5000 теңгеге жуық айыппұл төлеп қана құтылған болатын. Болаттың ашық дереккөздерде 3 баласы бары жазылған. Алайда кезіккен қызы тоқалдыққа байлаған бөкеңнің некесіз қанша баласы барын білмейміз. Болат Назарбаевтың балалары прокуратура мен сот органдарында қызмет етті. Балалар әкесінің судан таза сүттен ақ болып шығу үшін бәрін жасаған шығар. Қаңтар оқиғасынан кейін Назарбаевтар жапа-тармаға дүние мүліктерін балаларының аттарына жаза бастады. Болат ағайындарынан қалыспай ұрпақтарына байлығын жазып берді. Қанша байлықты иемденсе де бір теңгесін о дүниеге алып кете алмады. 2022 жылы Болат Назарбаевқа пневмония, тромбоз және қант диабетімен асқынған көмей обыры диагноз қойылды. Кей деректер Болат 2015 жылдан бері ракпен ауырды деген ақпар бар. Дегенмен алғаш төсек тартып арбаға таңылған байды көргенде жұрт сенбеді. Қызы әкесінің ауырып жатқандығын айтып журналистерге шыққан еді. Болатты танитындар мұның қойылым екендігін де айтқан. Осыдан кейін Болаттың тоқалы журналистке сұхбат беріп, байдың қойнында болғанда қалай шалқып тасып жүргенін айтып бөскен болатын. Дегенмен байлық деген уыста тұрмайтынын білдік. Тақ пен табыттың иесі жоқ деп қазақ дөп айтқан. Қанша бай болсаң да, халықтың көз жасы жібермейді емес пе? Не дегенмен көрген дұрыс көрермені. Ескі Қазақстанның шіріген жүйесіндегілер ақырындап сиреп жатыр. Тірісінде ешбір сот әділдік айта алмаған адамдарға арғы дүниеде лайықты үкім кесіледі деп сенеміз.